Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді болып шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін әрине видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы менен шығатын күшті рецепттерді жіберіп алмас үшін. Ал достар, барлығыңызға сәттілік, бисмилля деп бастаймыз. Осындай әдемі әрі нәзік әрі бір жасағаннан керемет болып шығатын сметанник пирогтың рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Пирогқа қажетті заттардың барлығын және қанша мөлшерде керек екенін описанияға жазып қоятын боламын. Міндетті түрде қараңыздар. Қамырға керекті заттар бізде сары май, қант, разрыхитель, жұмыртқа және ұн керек болады. Ең алдымен сары майымызды ұнымызға қосып, үгітіп алатын боламыз. Қолымызбен жақсылап крошка жасаймыз. Жақсылап барлығын крошка жасап араластырып алған болсақ, содан соң барып разрыхителімізді саламыз. Қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып болған соң, бір жұмыртқамызды салып, барлығын біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға немесе одноразовый пакетке салып, орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын әзірлейтін боламыз. Бізде салмаға ең қажетті керекті зат ол қаймақ, жұмыртқа және қант. Осыларды бірінің артынан бірін салып, жақсылап араластырып аламыз. Ескерте кететін жайт, көп шайқап араластырудың қажеті жоқ, тек салған өнімдеріміз бір-бірімен кішкене араласса болғаны. Бір 15-20 секундтай араластырсаңыздар жеткілікті. Пергамент қағазын төсеп алсаңыздар жақсы. Егер пергамент қағазы болмаса, мен сияқты майлап алсаңыздар болады. Қамырымызды алып, екіге бөлеміз, бір бөлігін астына осылай жайып шығатын боламыз. Қамырдың қалған екінші бөлігін осылай қолымызбен дөңгелете отырып шетіне жаятын болсаңыздар өте ыңғайлы әрі жылдам боласыздар. Осылай шетіне бір қалыпты етіп жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды бір қалыпты етіп жайып алдық. Енді шетін тегістеу мақсатында осылай қасықпен кішкене басып шықсаңыздар болады. Және де шеткі қамырдың үстіңгі бөліктерінде осылай тегістеп шығамыз. Дайын тұрған салмамызды қамырымыздың үстіне құйып, осылай айналдыра тегістеп жүрсеңіздер болады. Қызып тұрған 180 градус пешке 35-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз дәл осылай сарғайып, әдемі болып піседі. Пирогты толықтай суытып барып кесеміз. Толықтай суына маған бір 2 сағаттай уақыт кетті. Егер де суымай жатып кесіп қоятын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыздың ортасы ағып кетуі мүмкін. Сондықтан толықтай суытып барып кесіп аламыз.
өте нәзік әрі дәмді. Үйіңізге қонақ шақырғанда немесе өзіңіз шаймен ішкенге жасасаңыз да өте дәмді пирогтардың бірі. Менің сүйікті пирогым десем де болады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менен әлі де күшті рецепттер күтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер.